Баршаңызға қайырлы күн достар. Осы Орео пирогын мен де жасап көрген болатынмын. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында сары майды және оның үстінен қантымызды, жұмыртқамызды және де қалауыңызша ванильді сахар немесе ванилинді салып жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдысымызға құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Және де осылай бөліп салып шығатын боламыз. Бізде жұмсақ қамыр шығады. Оны жарты сағаттай уақытқа тоңазытқышқа салып аламыз. Салмамыз әзір болғанша. Салмамызға қаймақ 20 немесе 25%, оның үстінен жұмыртқамызды, қантымызды және де крахмал және де өзіңіздің қалауыңызша ванилин немесе ванильді сахар қосып жақсылап араластырып аламыз. Мінекей салмамыз дайын болды. Орео печеньемізді алып, жартысын жақсылап ұсақтап, турап, жаңағы салмамызды, яғни сметанниктің салмасы, сол салмамызға салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін тоңазытқыштан қамырымызды алып, жақсылап осылай жайып шығатын боламыз табамызға. Содан соң салмамызды құйып, үстінен жаңағы Орео печеньеларымызды қойып шығамыз. Менде мұнда кішкене қозғалып кетіп, қисайып кеткен болатын. Соны дұрыстап тегістеп жерсеңіз болады. Мінекей пісіп шықты. Өте сондай нәзік, жұмсақ болып, керемет болып пісіп шығады. Суығаннан соң осылай табамыздан алып, кесіп қараған болатынбыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіз. Сау болыңыз.